Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен бірге жаратылыстану ғылыми сауаттылығы бойынша тест сұрақтарын орындайтын боламыз. Бізде барлығы берілген 8 сұрақ. Түше бастаймыз. Ең бірінші сұрағымыз: қай жануардың денесі 3 бөліктен тұрады? Аш-шаян, шаян, дәуіт, ұлу дейді. Ол әрине дәуіт. Келесі екінші сұрақ: жұлдыздарды байқауға мүмкіндік беретін ол құрылғы. Ол міне үшінші телескоп. Келесі үшінші тапсырма: суретте қай ғаламшар бейнеленген? Әрине, ол Меркурий, Сатурн, Венера емес, ол Юпитер, балалар. Келесі төртінші сұрақ: ошағанды зерттегеннен кейін бірнеше жылдан кейін ненің өндірісі басталды? Қолшатыр, парашюттер, жабысқақ түймелік, балық аулайтын тор. Әрине, жабысқақ түймелік өндірісі басталды. Келесі бесінші сұрақ: картада негізгі мұнай кен орындары қайда орналасқан? Шығыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, Алматы облысы, Маңғыстау облысы. Әрине, картада негізгі мұнай кен орындары ол Маңғыстау облысында орналасқан, балалар. Келесі алтыншы сұрақ: күннен ең алыс орналасқан қай ғаламшар дейді. Міне мынау күн, мынау Меркурий, шолпан, жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Демек, Юпитер емес, Меркурий емес, Венера емес, ол не екен? Нептун ғаламшары екен, міне балалар, ең алысқа орналасқан ол Нептун екен, балалар. Келесі жетінші сұрақ: бұл органның адам ағзасындағы рөлі дейді. Ойлау процестерін өңдейді, оттегі көмірқышқыл газына айналдырады, адамның қозғалысына жауап береді, қанды бүкіл ағзаға тасымалдайды дейді. Балалар, бұл жерде жүректі көріп тұрмыз, бұл орган қанды бүкіл ағзаға тасымалдайтын орган болып табылады. Міне осыншы төртінші нұсқасы дұрыс болады. Келесі сегізінші соңғы сұрағымыз: қай жануардың жүрегі 4 бөліктен тұрады? Ұлу, жылан, шаян, қолтырауын. Әрине, қолтырауынның жүрегі 4 бөліктен тұрады екен, балалар. Міне осымен біз жаратылыстану ғылыми сауаттылығына арналған 8 тапсырманың тесттердің барлығын орындадық. Балалар, сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.